Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біздің Қарабала шоуда студиямызда қонақта Мақсат Қиқимов, осы жақын арада шыққан Номад Wrestling жобасының авторы, іргетасының қалаушысы. Мақсат, ассалаумағалейкум, қош келдің. Уағалейкум ассалам, Нұрбек. Шақырғаныңызға көп рахмет. Рахмет, сіздерге келгендеріңізге рахмет. Баяғыдан сіздің подкасттарын көріп жатырмыз. Осындай жалпы идеяда болған сізге келіп, осы біздің Номад Wrestling туралы жалпы сізбен сөйлесіп дегендей. Енді мақсат арман орындалды сізге. Былай келіп отырмыз. Рахмет. Қалауымен. Рахмет сізге. Керемет. Жобаны көрдім. Мен ойлаймын, сол әңгімеміздің бастан әрине әлі біраз нәрселер туралы әңгімелесетін боламыз. Өзіңіздің жетістіктеріңіз туралы, тағы да басқа көптеген нәрселеріңіз. Бірақ сол жақында болған 20 нешесі болды? 28-ші күні болған жоба туралы, Номад Wrestling туралы әңгімелескім келіп тұр. Біздің Қазақстанда ерекше бірінші рет өткен нәрсе ғой, иә? Былай қарасаң, бүткіл әртүрлі стильдегі күресшілердің бәрін жинадың да, палуандардың бәрін, бастарын бір қосып жібердің. Гонорар 10 миллион теңге, жұрттар білу үшін. Неше адам қатысты? 30 палуан күресті. Бірінші орынға 10 миллион, екінші орынға 3 миллион, үшінші орынға 1 миллион. Жалпы 3 орындық 15 миллион. Қосымша ұтылған палуанға 100 мың теңге конвертпен бердік. Әрбір ұтылған палуанға ма? Әрбір ұтылған палуанға. Шамамен 15 миллиондай гонорар болды, иә? 14 пен 3 қоссақ 17 миллион ғой. 17 миллион, керемет. Мақсат, бұл жоба ойыңызға қалай келді? Бұл жоба ойыма жалпы осы жарысты өткізем деген мақсатпен 1,5 ай бұрын мен осы жарысты өткізем деген идеямен келдім. Адамдарға олар бәрі қолдады. Неге десеңіз, Қазақстанда емес, мен былай зерттеп көрген кезде СНГ бойынша, әлем бойынша ондай жарыс өтпеген. Енді білесіздер, бәрі UFC-ден бастаған кезде ММА-ге келеді. Бірінші UFC болған кезде оларды да кимоносымен шығады, біреу анау борцовскісімен шығады, сондай болған. Жалпы күрестің арасында ондай болмаған. Мен осы жылы, 24-ші жылы, өзім ардагерлердің арасында күресіп жүрген кезде жарыстарға, Қазақстан Республика чемпионаты өтті ғой. Дзюдодан бардым. Сояқта 3-ші орын алдым. Сосын қазақ күресіне бардым, 1-ші орын алдым. Сосын ана грэплинг UV деген версиясы бар. Сояқтан Қазақстан чемпионы атанып, ана әлем чемпионатында қола жүлдегер болдым ғой. И әрбір палуандармен әңгімелескен кезде әрбір палуан өз күресін ең мықты деп атайды. Дзюдоистер біз мықтымыз дейді, қазақ күресінің палуандар біз мықтымыз дейді. Джитсерлер, грэплинг күресетін палуандары ең мықты күрес біздікі дейді. Бірақ енді былай ойлағам, мыналар бәрі осы бір жерде жиналса екен, қырылса екен, кім жеңеді екен? Сосын одан кейін бір подкаст түсірген кезде мен былай жалпы екінші рет вообще подкастты. Сіздікі бірінші өзіміз түсірген кезде ана грек-рим күресінің Қуат Хамитов шақырғам, еркін күрестен Артем Резников шақырғам. Сосын дзюдо күресінен қазір бапкер, қазір ұлттық құрамада Елдос Жұмаханов әлем чемпионатында алтын алған. Соны шақырғам. Қазақ күресін кім шақыраймыз? Замзагүл бар, Файзуланова деген. Ол 6 рет ұтқан Қазақстан Республикасында қазақ күресінің чемпионатында 6 дүркін чемпион, соны шақырғам. Былай отырдық, талқыладық. Сол кезде талқылаған кезде шешім таппадық. Шешім табылған жоқ. Енді айттым, енді мен 100% сенімдім осы жарысты ұйымдастыру үшін. Біз Номад Wrestling дегенде түйе палуан болды. Ешқандай ережесіз. Қандай салмақтан басталады? 60 килограмм жоғары болды. 60 килограмм жоғары. Түйе палуан. 200 кило болса да қатыса беретін еді. Бізде андай қызық схваткалар болды. Грэплингтің мықты палуаны болды, 60 килограмм. Ана Атагелді Есетов деген. Естідім. Ақтауский. Ақтауский. Бейнеудің мықты палуан. Мен залда бірге күресем. Ол кіммен шықты? Грек-рим күресінің 130 килограммға дейін чемпион Қазақстан қазір. Антон Савенко деген палуан бар. Сол Антон Савенко 3 алды деп естідім да? Или 3-ші орынға таласты ма? Жалпы енді қазір айтпай қоян кім әлі көрсетілген жоқ. Әлі көрсетілші ба? Бұлай интрига тұрсын ал. Бізде 7 выпуск болады Номад Wrestling YouTube каналында. 7-ші желтоқсаннан басталады. 15-ші қаңтарда финал көреді. Кешірім сұрайын.
жалпы ол жақсы күресті былай айтқанда. Сол екеу 60 килограмм мен 120 килограмм күрескен кезде енді ол сұмдық болды былай айтқанда. Атакелдіні білеміз, мықты бала. Кім жеңген сол YouTube каналының көресіз. Қараңыздар. Мен жалпы естідім, сол бір алысқа барып қалған ол баланда, ана балаңда. Бірақ енді қызықты өзіме жеке қазір вот ты меня продал. Хочу посмотреть. Көргім келіп тұр, қарау керек. Енді өзіңіздің жаңағы спорт жолындағы мансабыңыз туралы айта кететін болсақ, мен бір ақпарат оқыдым, бірақ ол ақпарат туралы мен анау бұрын бізде енді бәріміз акиматта жұмыс жасадық қой. Сол кезде естігем 2018 жылы халық барыс атамыз. Ол біздің көрермендер шатастыра алмау үшін, ол ана халық барысы емес қой, бәрі күресші. Жоқ, ол жақта неше түрлі барыс бар ғой. Өнер барысы бар. Ол жақта кілең жұлдыздар қазақ күресін беренмен күреседі. Екінші әлем барысы. Ол жақта 60 шақты мемлекет келеді, әрбір палуан, түйе палуанда күреседі. Сосын Қазақстан барысы. Енді 12 жыл өтіп жатқан қазір. Қазақстан барысы. 2011-де басталды. Міне осы жыл 13-ші рет өтті. Сосын Евразия барысы деген жоба бар. Ол жақта мемлекетте стенка на стенка күреседі. 6, 7, 8 мемлекет келеді. 8-ге 8 күресетті. Сосын мынау халық барысы деген. Бірақ ол жақта ешқандай кимоно ештеме жоқ. Бірақ поезд бар да. Біздің аталарымыз күрескендей. Сол кезде сондай жоба болған. Бірақ ол енді өкінішке орай 2 рет қана өтті. 2018-де, сосын 2019-де. Әрі қарай енді жолын таппады. Сол кезде бәріміз осылай айтқан, бізде бір 2-3 айдан кейін осындай жарыс болайын деп жатыр. Біз бүкіл командамен дайындалғанбыз сол жарысқа. Өзің мемлекет қызметкерсің ол кезде? Ол кезде, Акиматта жұмыс жасадың? Акиматта жұмыс істеген кезде. Менің оқушым Дәурен Нұралиев сол кезде күресте де болды. Бірақ ол 19-шы жылы сол кезде тағы да чемпион атанды 2019-да. Сол барып, сол жарысқа қатысып, бірінші орынға. Неше сағатқа бердіңіз? Ол кезде 6-7 кездесу болды. Ереже қазақ күрестің ережесімен бірдей? Жоқ, тек ол бөлек. Бірақ бір касание ғой. Қолмен тиіп қалсаң, жерге ұтылып қаласың. Үшінші точка. Біреу саған аяққа өтсе, бізде көбісі еркін күрестің палуандары күресті ғой. Ол ережені білмеймін, аяққа өтіп. Тіземен тиіп кетті да? Жоқ, тіземен, даже қолмен аяғын ұстасаң да, уже дисквал да, сол кезде. Болмайды ма? Болмайды вообще стауға, Тек қана пояс и корпусқа күресесің да. Бізде қазақ күресінде кішкене белбеуге қызық болды да, күрес аламыз да, сол кезде сондай тактикамен өзіміз күрескенбіз. Белбеу берді ма? Берді. Жүлде қоры болды ма? Ол кезде де болды. 10 миллион ба? 10 миллион. Да? Ровно 10 миллион ба? Сол 10 миллион кеше кетіп қалды дейсің ғой. 18 жылы өзіңіз оттыңыз, содан кейін неше жыл өтті? 6 жыл өтті ғой, 6 жыл, 6 жылдан кейін сол 10 миллионды жерге қайтарып берді палуандарға. Керемет, негізінде көбінде өздері жаңағы спорттан пайдасын көрген адамдар артынан сол пайдасын халыққа да спортшыларға да көрсетуге тырысады ғой. Өзіңіз сияқты бауырларымыз көп болсын спортты қолдап жүрген. Енді мына спортқа махаббат деген сол барыстан бастап басталған жоқ, оның алдында бала кезіңізде спортқа қатыстыңыз, дұрыс па? Қандай спорт түріне? Жалпы қазақ күресінен бастағанбыз, академия спорт туризмдегі зал болған 2-ші этажда. Сол кезде бастағанбыз, сосын одан кейін дзюдо күресінен кішкене күрескенбіз. 12 жаста Ермек Абуович деген тренер болған, бапкер дзюдодан. Ол сол Қазақстан Республикасының бас бапкері болған кезінде. Елдос Сметов как раз ол олимпиада күрескенде 2-ші орын алған кезде. Сол бас бапкер болған. Сол дзюдодан күресіп, ары қарай қазақ күрес, самбо, сол жарыстарға қатысып жүрдік. Дзюдоға неге қызығушылық болған? Менде атам болған Санжар Жандосов. Ол Қазақстан Республикасының бірінші тұңғыш федерацияның президенті болған. Кезінде сол кезде 90-шы жылдары соның атынан кубок болған, әлемдегі кубок. Санжар Жандосов атындағы сол жарыстар болған, болған шолақтар қашанда. Сол біз қонақ ретінде, туысқан ретінде баратын едіміз ғой, көріп. Қатты ұнап қалды да сол күрес. Содан кейін бастап кеттік. Бірақ енді ары қарай кәсіби жағынан спортты жалғастыру мүмкіндік болмады. 17 жастан мен уже былай жұмысқа шыққам, банкте бастағам.
20 жасымда уже бас бухгалтер болдым Альянс банкте. 20 жасыңызда? 20 жасымда, иә. Не бітірдіңіз сонда? Академия банковского дела деген біздің бывший учетно-кредитный техникум болған, Виноградова, Байтұрсынова жақта. 85 жыл сол техникумға. Соны бітіріп, средний специальный колледж бітіргем. 17 жастан жұмысқа шығып, әрі қарай сол жоғары білімге заочно түсіп, әрі қарай жүре бердім де. 25 жасқа дейін енді 6 банкта жұмыс істегем. Бәр жерде бас бухгалтер болдым. Сосын член правления болдым. Енді әрі қарай қалай өсу, не керек дегендей сұрақ қатты. Оны сондай болған. Өзім білмей, енді мемлекет қызметкер болып көрейін деп. 26 жаста сондай ұсыныс келген. Алматы қаласының қаржы басқармасының орынбасары болып жұмыс істейсіз ба деп. Ол кезде Есимов Ахметжан Смағұлов болған. Сол шақырып, әрі қарай енді 22 жыл қаңтарына дейін осы ақпанда кетіп қалған мемлекет қызметтен. 10 жыл. 10 жыл мемлекет қызметтен. 2012 жылдан бастап 2022-ге дейін. Неге кеттіңіз? Неге кетсем, былай айтқанда енді мен Досаевың 4-ші әкімі болды ғой. Ахметжан Смағұловичпен жұмыс істедім. Байбек мырзамен жұмыс істедім, Сағынтаевпен жұмыс істедім, Досаевпен жұмыс істедім. Қаржы басқармасын басқардық. Экономика және бюджет жоспарлау басқармасын басқардым. Одан кейін туризм басқармасы. Одан кейін кәсіпкерлік және инвестиция басқармасын басқардым. Сосын аудан әкімі болдым, Жетісу аудан әкімі болған кезде. Одан кейін енді Алматы қаласының әкімі орынбасары болдым. Енді бүткіл стадионнан өттім дейсің ғой. Бүкіл стадионнан өттім Алматы қаласында. Бірақ арманым осы Астанаға барайыншы деп, сол жақта көрейінші деген. Қалай үкімет үйінде жұмыс істеп жатыр, қалай министрліктер жұмыс істеп жатыр, соны көру үшін сол кезде ақпанда 2022 жылы 3 ұсыныс келген. Бір вице-министр, сосын Малик Кенисбаевич деген зам руководитель АП болған ғой. Сол мені шақырып, где-то бір сағаттай әңгімелестік. Ол маған госинспектор бол, все жұмыс істейсің, кел деп айтқан. И үшінші Атамекен басқарып. Как раз Райымбек Анварұлы президиумға келген ғой, Тимур Аскардың орнына. Ол маған звондап, осылай төраға боласың ба деп шақырған. Сол 3 вариант Атамекенді таңдадым да. Ерболат Аскарович барып түсіндірдім енді. Ерболат Аскарович 10 жыл болдым енді, бәрін өттім, көрдім енді. Астананы барып көрейінші деп. Сол жаққа кетіп қалған. Дарлин. Будь чемпионом в бизнесе. Доверь рутину Дарлин. Атамекен туралы көп естиміз ғой. Енді оның алдында екеуміз әңгімелескен болатынбыз, бірақ халыққа да қызық шығар. Атамекен деген не ол? Не істейтін жалпы мекеме деп айтсақ, қателеспейміз ғой. Жалпы ол Атамекен ол үлкен бір халыққа пайдасы бар ма деген? Халық пайдасыға үлкен бір палата ғой енді айтқанда. Оның бөлек бір заңы бар Атамекен туралы. Ол кәсіпкерлердің құқығын қорғайтын, жалпы солардың үкімет үйіне жеткізетін ұсыныстарын сол Атамекен арқылы да. Үкімет былай айтқанда 2 миллион кәсіпкер болса Қазақстан Республикасында, ол бәрімен жұмыс істей алмайды ғой. Сіз былай айтасыз, осылай заң керек, мен кәсіпкер ретінде мынандай заң деп. Сол Атамекен бүкіл кәсіпкерлердің ұсыныстарын жинап, консолидация жасап, бір ұсыныспен үкімет үйіне келеді. Заң бойынша, бюджет жағынан ба, қай жағынан, сол былай айтқанда үкімет кәсіпкерлерінің былай айтқанда қорғаушылар деп айтуға болады. Және де жол көрсетушілер дейсің ғой. Мен сөйтіп естідім, Маңғыстауда жүрген кезде Атамекен көбінде жаңа бизнес-план, бизнес-проекттермен көптеген осы бизнестің арасындағы заң бағытын түсіндіретін сондай жаңа мекемелердің бірі деп. Ол қай жылдан бері жасап жатыр біздің Қазақстанда? 2011-ден.
2011-ден. Сол жерде неше жыл еңбек еттіңіз? 2 жыл. 2 жыл еңбек еттіңіз. Содан бәрін одан кейін енді көріп, кішкене былай айтқанда ол жақта жалақысы төменді, 1 миллион теңге, ол аз болды. Біз ешқандай премия ештеме жоқ Атамекенде. Сіздер білесіздер, үкіметтен ақша алмайды ол, тек қана членский взнос деген бар, кәсіпкерлер өздері төлейтін, сол арқылы өмір сүреді. Одан кейін енді ойладым, енді өзі жалпы болашақта арманым болған бір үлкен кәсіпкер ретінде көрейінші өзімді дегендей. Сосын әртүрлі жобалар келді. Біз ағам екеуміз жаңа жоба әкелгенбіз Қазақстан Республикасына. Өздеріңіз білетін шығарсыз, біздің президент сол ашылуына келген FootLab деген футбольная лаборатория, академия. Ол франшиза кімнің? Руй Кошта мен Криштиану Роналдоның. Екеуі кәсіпкер ретінде осындай жобаны ашқан. Әлемде қазір 3 ғана бар. Лиссабонда, 2-ші Дубайда ашылған, 3-ші Алматыда. Қазір жалпы әлемде 60 мемлекетте салынып жатыр сондай FootLab. И біз Руй Кошта айтқан, енді 27-інде бәрін салынған кезде чемпионат мира по FootLab өткіземіз дегендей. Ол андай не ғой, инновационный жоба. Браслет аласың, тағасың, 10 тренажер бар. Сила удары, точность удары дегендей. Футболдың айналасында. Бег с препятствием. И сел сол рейтинг бойынша көресің, әлемде 60 мемлекеттің арасында қай орында тұрсың. Сондай возможность. А ол Руй Коштаға не үшін керек ол? Ол өзі бизнесмен ғой. Ол Бенфик деген клубының президенті ғой, футболның. Ол көретті, ондай жай спортсмендерді сатып алады, өзіне тартады, оған раскрутка жасайды, сосын қымбат сатады. Сол бизнесмен. А ол big data. Бүкіл әлем бойынша қандай мықтылары бар. И біздің жас балдарға мүмкіндік бар да экспортқа шығуға. Мына жақта Алматыда жаттығу жасап, ертең Португалияда тренировка жасауға болады. Мықты болсаң. Біздің кімнің Қайраттың футболшылары басқа да келді, көрді ғой, қандай деңгейде тұрған өздерінің. Енді мына 60 мемлекеттің арасында біздің қазақ жігіттердің өткендері бар ма солардың арасында? Жаңа сіздің лаборатория арқылы жоғары қарай кеткендер бар ма? Жоқ, олар өтеді 27-те. Ол 60 салынып жатыр, әлі ашылған жоқ. Үшеуі ғана. Сіз қазір лицензиясын алып алдыңыз, иә? Жоқ, біз франшизасын салдық. Франшизасын алдыңыз. Біз бүкіл СНГ бойынша алдық. Енді сіз біз қазір осы Алматыда бірінші СНГ-де Алматыда салынды, ашылды уже. Да? Я президент келіп ашты. Сізді қашан болған нәрсе? Қаңтарда. Осы қаңтарда. Көрмей қалыппын, өкінішке орай. Сізді шақырам, көріңіз. Енді футболға қатты мән бермегенбіз ғой. Менде де футболға қатты. Жоқ, бірақ былай қарасаң, сен футболмен қазір өзің бұрын күрескенсің ғой. Футболмен енді қалай болғанда да сен футболмен жұмыс жасап жатсың, былай айтсаң, фут лаборатория ашып жатсың, иә. Мен өзім жеке футболмен кездескенмін. Неге десең, 2017-те спорт басқармасын басқарып жатқан кезде мен Каспий футбольный клубтың өзін жаңа ол кезде бірінші лигада соңғы орында тұрған кезде біз кірістік сол кезде. Жоғарыдан бәр жақтан халықтан ұсыныс келді, жаңа осы клубты көргіміз келеді жоғары деңгейде деп. Содан премьер-лигаға 2 жылда ма премьер-лигаға кіргізіп үздіктердің қатарында жүрді Каспий бір кездері. Қазір енді түсіп кетті, бірақ дегенмен бір жақсы кездері болды. Ішінде мана Нұрәлі Алиев менің өзімше кәдімгідей кетіп қалды неге Қайратқа, тағы да басқа көп деген. Ол қызық. Сонда манағы әлем чемпионатына немесе тағы да басқа жарыстарға қатысып керек емес, мана показательдер, көрсеткіштер арқылы ар жақтан адамдар көреді да өздеріне алып кетеді екен. Тартып алады, бағасын жазады да, осындай алам дейді да. Сауд Арабияның королі бар ғой, былай айтқанда. Ол Криштиану Роналду, сол франшиза соныкі ғой, FootLab'ты. Ол алды да Криштиану Роналду өзіне тартып алды. Қазір соның клубның атынан шығады ғой, дұрыс па? Сосын Криштиану Роналдуға музей салып берді. Эр-Риядта. Футбол жақсы көретін ұлт. И осындай FootLab'ты 15-ін салып жатыр ГЧП арқылы. Саудияда. Осындай 15 штугын. Саудияда? Саудияда. Жоқ, ол сонда не кіреді ол жаңа FootLab'қа? FootLab'қа зал, сосын 10 тренажер, сосын өзінің енді футбол аланы ғой, ширинасы 20-40 сондай. Мини-футбол ретінде ғой. Сол арқылы академияда балдар біз қазір енді академияда 4-тен 12 жасқа дейін алып жатырмыз да. Ол жерде принцип жаттығу жасау, сосын тест тапсыру. Ол көреді постоянно. Даже былай студияда 10 адам болса, барып, қазір 10 адам арқылы тіркелеміз да.
өз арамызда көреміз да кім мықты екенін. Сіз точность ударында мықты болсаңыз, мен сила ударында мықтымын. Анау бег с препятствием, бег с мячом деген бар. 20 метрге спринт бар андай. Сосын секіру бар. Сонда әртүрлі тренажердің оның бәрін жинап, рейтинг бойынша шығарады да 10 адамның арасында. Сондай болады. Немесе әлем бойынша шығара аласыз. А неге сіздер 2027 жыл тек қана іріктеу болатын болса, қазір неге аштыңыздар оны? Қазір бастап адам жинайсыңдар ма? Жинаймыз, команда жинаймыз. Жаттығу жасаймыз, иә. Содан кейін әлем чемпионаты, маркетинг жағынан алайтын болсаң, бұл деген футболға кәдімгідей мощный не екен ғой, иә? Мощный, иә. Буст ғой. Иә, ол бізде енді былай айтқанда бізде енді былай шын айтсақ, футболда легионерлер көп қой. А біздің мақсат легионерді емес, біздің қазақтың жігіттерін осы жақтан шығарып, наоборот экспортқа шығару. Тіке жол дейсің ғой. Тіке жол. Басқа анау Зенит тағы да басқа ешқайда барып керек емес дейсің ғой. Иә. И сол президент келген кезде, Қасым-Жомарт Кемелұлы, ашылуына келген кезде, сол жерде тікелей ол кезде Олжас Абаевич администрация президент басқарып жүрген кезде соған тікелей тапсырма берді. Астанадан осыны ашылу керек деп. Астанадан ашыңдар деп. Сосын осы бір жыл жұмыс жасап жатырмыз ғой. Бізге әкім сол жерде Назарбаев университетінің қасында 4 гектар жер берді. 4 гектар жер. Біз енді қазір жобасын бітіреміз осы жылы, ПСД-сін. Келесі жылы Құдай қаласа құрылыс жұмыстарын бастаймыз. Ояқта енді былай айтқанда үлкен футлап болады. Үлкен футлап, үлкен алаң болады, футбол алаңы. Біздің стадион, орталық стадион сияқты. 105-ке 70. Дәу. Сондай... Үсті жабық па? Үсті жабық жасаймыз. Шымкентте болған кезде мен Шымкент қаласы әкіммен кездестім ғой. Сіздерге жабық керек емес, сіздерге енді ыстық қой. Жылы. Астанада енді жабық түрде жасаймыз да. И қасында үлкен гостиница салайын деп жатырмыз. 4000 квадрат. Сол жақта спортсмендер келеді, жатады, жаттығу жасап, ана жақта академияның сабағын алады, ана жерге бір жаттығуын жасайды. Сондай үлкен жоба болайын деп жатыр Астанада. Құдай қаласа 27-ші жылы құрылыс жұмыстарын бітірсек, енді Руй Коштыға айттық қой, сен бізге уәде бердің енді, тұңғыш әлем чемпионаты футлаптан Қазақстанда өткізесің деп. Құдай қаласа біздің жоспар бойынша Астана қаласында соны сол жерде өткізіп. Ол кезде енді ойлаймыз, Криштиану Роналду ойнамайтын шығар енді, пенсияға шығатын шығар. Жасы үлкен болды. Сол кезде Криштиану Роналду қонақ ретінде франшизаның иесі болып келеді деп. Сондай мақсатпен отырмыз. Керемет. Енді лицензияны сатып алдыңыз ғой? Франшиза, иә. СНГ бойынша. Тек берген жоқ қой, дұрыс емес пе? Жоқ. Енді құпия болмаса қанша қалдыңыз? Құпия ол. Қазір бізге... Жоқ, қымбат па? Қымбат емес. Қымбат емес. Енді ол жаңадан болған жоба болғаннан кейін қымбат емес. Бірақ енді қазір басқа мемлекеттерден естіп жатыр ғой, Өзбекстаннан. Қымбат емес дегенде, новый машина, танк бар ғой? Содан қымбат па? Танк қымбаттау, иә. Онда крузакпен примерно бірдей болып тұр ғой, да? Шамамен, да? Құпия болып тұр, да. Болды, түсіндім. Короче, 15 миллионнан қымбат болып тұр ғой, 20 миллионнан. Коммерческая тайна дейді ғой. Керемет. Енді қазір біз өзіміз енді СНГ бойынша франшиза бізде ғой, басқа инвесторларға біз сатып жатырмыз да соны франшизаны. Біз арқылы олар енді өздеріне салады. Бишкекте салғысы келіп жатыр. Қазір біреу Ташкентте саламыз дейді. Сондай моменттер бар да. Енді жаңағы номад туралы бастаймыз деп рестлинг жаңағы футболға көшіп кетті. Мен бұл жобаны білген жоқпын, бірақ өте қызық. Сізді шақырамын қонақ ретінде. Өте рахмет, көп барамыз міндетті түрде. Мен бар ғой жаңа біреулер айтады ғой, футбол тағы да бір нәрсе. Мен шын айтсам бүткіл спортшымын да. Футбол соның ішінде біздің Қазақстанда ең ауқымды тараған спорттардың бірі ғой. Тек қана біздің Қазақстанда емес, бүткіл әлемде ең болельшіктері көп, ең фанаттары көп, ең жалпы далада бәріміз футбол ойнап өстік. Енді мен ойнай алмадым да кезінде, бірақ соның қатарында жүрдім. Бізде бір мынандай болды ғой, футбол ойнап жатады. Содан ортаға бір ящик лимонад қояды да, жаңағы кім ұтады, солар алып кетеді ғой. И ұтылып жатқанда біз старшактар айтатын еді, енді төбелес бастау керек. Лимонадты бермеу керек деп. Сол сияқты енді ол жалпы ойын ғой, енді қалжың, сондықтан тікелей түсініп қалып жүрмеңіздер. Біздер төбелесетін болсақ, тек қана рингте төбелес деп ұранымыз бар. Wrestling Nomad деген жобасын әлі мынаған ораламыз. Wrestling Nomad деген жобаға оралатын болсақ, енді көп мына жерде өкініштісі, мен ойладым, сіздер уже көрсетіп тастадыңдар, бәрі біледі нәтижелерін, бірақ халықтың арасында нәтижелері жүр енді аузында. Бірақ дегенмен енді оны айту болмайды нәтижелерін, дұрыс па? Иә, дұрыс. Динамика туралы.
Бұл сосын болашағы туралы осы проекттің. Енді Nomad Wrestling бірінші рет өткеннен кейін қазір енді ереже туралы біз бір айдың ішінде былай айтқанда скален жаздық та тез. Ол ереже бойынша бәрін әр күрестің палуандарына мүмкіндік беру керек та. Міне біз 3 раунд жасадық. Мен естідім, 3 раунд. 3 раундта мен Қажымұқанның киносына көрдім ғой, осы жақын арада шықты ғой. Ол кезде Қажымұқан атамыз 3 раунд 15 минуттан күрескен. Ойлаңызшы, 3 раунд 45 минут. Мен де солай жасадым. Ана 30 палуандарға звондадым, дайындалыңдар, осы 45 минут күресесіңдер. Бір кездесу. Бәрі айтты, біз дайынбыз дейді. Сосын отырдым, былай санадым, ойбай, мына 45 минут болса 30 палуан, жарыс 28 сағат өтеді. Ешкім шыдамайды, дұрыс па? Сосын қысқарттым енді. 3 раундты 5 минуттан қысқарттым. 5 минутке дейін. Бірінші раунд 5 минут, ешқандай ережесіз. Шығады, күреседі. Арасында 2 минут демалады. Екінші раунд басталғаннан кейін. Тек қана қылындыру әдісімен немесе қолға ауырту или аяқ ауырту әдісімен жеңу болады, да? Басқаша жиналмайсың. Ұпай санымен ештеме жиналмайсың. Ешқандай жоқ. Екінші раунд тура солай. Тағы да 2 минут сосын, одан кейін үзіліс болады. Орысша айтқанда тек қана болевым, сабмишным, да? Бал ештеме ұпай жоқ. Енді 3-ші раундта енді мен ойлағам, екеуі на вылет кетеді. Ана халық барысында де. Халық барысында тең болған кезде екеуі шығып кетеді. Анау келесі палуан ол свободный болып тұрады. Ондай жасамау үшін енді көбі сондай мүмкін болады шығар деп ойлағанмын. 3-ші раунд кіргіздім, экстра раунд. Экстра раунд тек қана стойкада. Енді ана грек-рим, еркін күрестің, қазақ күрестің, дзюдо күрестің, самбистер. Бросковый. Бросковый. Енді ана джитсерлерін енді біз аямаймыз деп стойкада лақтырған ғой, 3-ші раундта. Сондай көп болған. Бізде мысалы, айта кетейін, 3 мықты греплер күресті. Үшеуі де ұшып кетті ғой. Неге десеңіз, ол грек-рим күрестердің палуандар ештеме берген жоқ та жасауға. Ешқандай әдіс жасалмады. Ана болевой тартты, қолға да тартты, қылқындырды да ештеме жасалмады олар. Енді 2 раундта ала алмай тұр ғой да? Ала алмай тұр. Енді анау 3-ші раунд шыққан кезде грек-рим палуан аямады ғой. Прогиптері неше түрлі кетті ғой. Енді былай айтқанда қызық болды. Енді міне менің ойымша қазір енді келесі жарыс бізде ақпан айында болады ғой. Келесі жылы. Жоба дейсіз. Жоба, Nomad Wrestling 2 деген. Енді біз 10-ды қысқартамыз. Не десеңіз, мына жарыс 11 сағат өтті. Қиын. Енді мен ойлап жатырмын, бәріне мүмкіндік беру үшін 2-ші раунд болмайтын шығар. Тек қана 1 раунд, 5 немесе қазір 7 минут көреміз. Болевой тартылмады ма? Экстра раундқа Golden Score сияқты дзюдода болды ғой. Сразу до тейкдауна болды. Тезірек өту үшін. Зато ана еркін күрестердің палуанда, самбистерге, дзюдоистерге қатты мүмкіндік болады да ұтып алуға. Жоқ, жақсы партнерлар келетін болса, онда 3 күнге созуға болады ғой. 3 күнге 4 сағаттан 2 сағаттан деп сөйтіп. Онда бюджет жағынан қымбат болып кетеді. Жоқ, серіктестер келіп жатса деймін. Серіктестер келіп қолдап жатса, мана ережені бұзбай, мен үшін қызық. 2 раунд күреседі, допустим, да? До сдачи, да, получается? Должен сдаться, так же? Нету балла, ничего нету, тушей нету. Вы же сами борец, вы сами недавно боролись, мы с вами были на одном соревновании чемпионате мира, дұрыс қой? Әлем чемпионаты күрестік. Сізге ол да ереже кішкене ыңғайсыз болды, дұрыс па? Енді әр күрестің 3 мықты палуаны шығады ғой. Допустим, еркін күрестен бізде Алишер Ерғали Олимпиада қатысушы күресті. Ол енді мықтылар ғой, енді грек-рим күрестің чемпион Қазақстан. Минимум бізді требование ереже бойынша тек қана чемпион Қазақстандар. Руслан Исраилов. Азия ойындарының жеңімпазы. Азия ойындарының жеңімпазы. Енді олар мықты ғой. Былай енді өзің тартпасаң, сен мықтысың ғой. Тартқыз болу керек та. Азамат Бақытов. Азамат Бақытов ММА-дан шыққан. Мықты батыры. Енді анау 30 палуан ең мықтылары, былай айта алмайсың, мынау Азамат ұтады точно, или анау Исраилов немесе там грек-рим, бәрі мықты да. Жоқ, мен видеода көрдім, былай тұр ғой бойлары. Біреулер 2 метр болып жатыр, біреулер. Олжас Сырлыбай ең ұзын. Ең ұзын Руслан Абдразаков, Қазақстан барысы, күміс және қола жүлдегері, әлем чемпионы. Бойы 2 метр, салмағы 130. Партерде күрескен көрсеңіз. Жоқ.
бәрін мысық сияқты. бәрін бір жерге жинау оларға не қызық болды? Гонорар қызық болды ма? Гонорар қызық, сосын Эксперимент, да? Эксперимент емес. Менің, допустим, маған арман Алишер Ерғалимен күресу дегендей. Анау Абдразаковпен күресіп көрейінші дегендей бар ғой. Қай жерде кездесесің дейсің? Қай жерде кездесесің? Ана залына барсаң, онда еркін күресімен күресу керек. На жаққа барсаң, қазақ күресін ол кимононы кимейді, допустим, да? Дұрыс қой. Сондай олар қатысушыларға сол қызық болды да. Мына мықтылармен күресіп көрейінші деп. Олар бойға шықса, олар бойға көбісі шықпайды, дұрыс па? Күресте олар бәрі біз дайынбыз деді да. Қай жерде уақытын айт, қай жерде болатын айт, біз келеміз деп айтты. Нәтижесін айтылмай тұрып, ауызын майын ағызып айтатын әңгіме көп. Негізінде бұл жарыс туралы қай жерден көре алады халық? YouTube каналында Намат Wrestling деген. Намат Wrestling деген YouTube парақшасында жазылып қойыңыздар, және де қашаннан бастап шығады? 7 желтоқсанда пресс-конференция, бірінші выпуск болады. 7 выпуск 15 қаңтарда финалын көресіздер. 7 желтоқсаннан бастап 15 қаңтарға дейін Nomad Wrestling деген YouTube каналынан осы көріністің бәрін көресіңдер. Кімде біздің елдің бүткіл мықты палуандардың бәрі қатысқан болатын. Соны міндетті түрде көріңіздер. Мен нәтижесін білем, бірақ қызықты күрестер болды. Соларды көруге сіздерді шақырам. Артынан көресіңдер. Қызықты, негізінде өте қызықты. Мен үшін ұнады, маған ұнады. Сіз сияқты айтқанда нәтижесін білсеңіз де, көбісі біледі ғой, естіп жатыр ғой, енді былай айтқанда. Бірақ оны көргісі келіп жатыр да. Нәтижесін естідім, бірақ ананың мынаумен қалай күрескенін көргім келеді да. Қалай жеңді екен. Допустим, финалда кім жеңген білем, мен үшін ол шок да, шок. Қалай жеңген. Бізге, допустим, тоже бір сенсация, бір схватка болған, бір кездесу. Айта кетейін қандай? Сумоиспен ол бір қазақ, бізде қазақ, Токиода сумодан 5 дүркін чемпионы. Салмақ 110 килограмм. Ол сумоның киіммен кәдімгі шыққан Қажмұрат деген палуан. Мен талғанға сол көрген кезде. Оған қарсыласы 155 килограмм дзюдоның 5 дүркін чемпион Қазақстан Республикасының. Адил Оразбаев деген білесіздер. Кеше ғана Қазақстан Ақтөбеде жарыс өтті ғой, Қазақстан Республикасы чемпионаты дзюдодан. Сол кезде ол 100-ден жоғары салмақта чемпион атанды. Сол екеуі кездесті. Бір раунд анау шыдады сумоист. Қырылып кәдімгідей. Екінші раундта анау 50 килограмм жоғары ғой анау дзюдоист. Екінші раундта анау лақтырды дзюдоист. Сосын болевойға ұстады. Болевойға ұстаған кезде ана палуанның қолы қытырлап жатыр. Мен ана жерде естіп отырмын. Прям кәдімгідей қытырлап жатыр, анау действительно самурай екен ғой. Берілмей ма? Берілмейді ғой. Қойса, болды, жеңілмей аны қытырлағанша жатты ғой. Сынды ма қолы? Сынды. Сосын енді олай қазір айтып жатыр. Маған кеше хабарласты. Керемет жоба екен, мен қазір жақсылап дайындалам деп. Енді ол действительно самурай екен, ана Жапонияны оқып, академиясын бітірген сумоның жарыстарға қатысып. Японияда оқыған қазақ, ол, конечно, самурайдан да екі есе мықты ғой. Сигуннан да мықты жігіт болады ғой. Дұрыс. Сигун деген кітапты оқыдың ба? Жоқ, оқымадым, оқимын. Сол оқу керек, керемет кітап. Сол туралы осылардың мінезі және дәстүрлері туралы жазылған. Керемет жоба, міндетті түрде қараймыз шыққаннан кейін. Рахмет. Манағы футболыңа көшейік қайтадан. Өте қызықты. Жан-жақты, енді былай айтсаң күресте де бар жоба дейсің да, бұл жерде футболда да бар. Қазіргі таңда қанша адам бұл жобаға қатысып жатыр? Футлапқа ма? Футлапқа. Академияға қазір бізге 500 баладай қатысып жатыр. Тек қана Алматыныкі, Алматыныкі, тек қана Алматыныкі. Енді бұлай ояқта ешқандай субсидия, үкіметтен ештеме жоқ.
коммерческий проект. төлей былай. ма адамдар? Ақшасын Адамдар төлей? иә төлейді. Иә. Ол жақта годовой абонемент сатып алуға болады. 600 мыңдай тұрады. Келесің, төлейсің, бір жыл дайындаласың. Аптасында 3-4 рет келіп жаттығу жасайсың. Балаларға жақсы мүмкіндік. Қай жерде локациясы? Алматы Тауэрс деген ғимарат бар. Бұрын ол жақта екінші этажда сондай ресторан болған ғой, балрум ба бірдеңке. Иә, 6000 квадраттың ішінде біз бәрін сол жерде ремонтын жасап, сол жерде салғанбыз. Керемет. 6000 квадрат. Сол жерде қасында рестораны бар, трибуна деген. Бізде көп шаралар өтті. Допустим, қазір кеше Манчестер ойнап жатыр. Келген кезде енді 120 орындық қой. Бәрі толық, бәрі келіп үлкен экрандардан да проекторлері бар, вип залдары бар, сол жақтан көріп қарауға болады. Енді лицензия туралы айта алмайтын болсақ, мына жобаға айтуға бола ма қанша ақша кеткен? Салғанына, мына тренажерлары бар, бүткіл жаңа ғимараттың ремонттары бар. Енді былай айтқанда, осыған ремонтымен бәрінің несімен 1,5 миллиардта кетті. 1,5 миллиард теңге. Окупаемость у жақта 7,5 жыл. 7,5 жыл. Қазір 1,5 жыл өтті. Иә, 1 жыл. Қаңтарда 1 жыл болады, иә? Қазір 2-ші айдан бастап плюсқа шықтық. Иә? Иә, уже енді ақпан айдан бастап па? Ақпан айынан бастап? Наурыз айынан. Наурыз айынан бастап, иә? Наурыз айынан бастап енді плюсқа шығып, қазір жақсы не болып жатыр да. 7 жылдың ішінде қайтарылып, иә. Жалпы жақсы ғой енді. Енді былай айтқанда ол көбісі енді бизнес жобалар болған кезде инвесторлар 3 жылдың ішінде қайтарылмаса кірмейді. Иә, біз тез ақша керек, 1 жылдың ішінде, 2 жылдың ішінде қайтарып дегендей. Енді былай айтқанда спорт жағынан болғаннан кейін 7,5 ол ағамызға ол жақсы болды, инвестор жағынан. Сіз өзіңіздің ағаңызбен бірге сол жаңағы жобаның жеке Қазақстанға алып келген. Қазақстанға алып келген адамдарсыңдар. Ағаңыз туралы айтып кетуге бола ма? Жалпы ол құрылыс жағында жүрген кәсіпкерді, әртүрлі инвестициялар құйған, сол жағынан құрылыс жұмыстарынан, басқа да салаларды, сосын енді айтқан осындай маған қызық өзіме. Жобаның авторы Руй Кошта мен Криштиану Роналду. Жоқ, мына жерде Қазақстанда жасау Мұрат ағамыз сол. Иә? Да. Туысқаным. Керемет. Керемет жоба деп ойлаймын. Міндетті түрде мүмкіндік болса, біздің қызға егер ролигіңді ақша берсең, осы жерге кіргізіп жібереміз, маған залды көрсетіп жіберейік. Президент жүрген сол роликтер бәрі бар да. Соны залайық, көрсетейік халыққа. Осындай керемет жоба бар екен. Мен енді алматинский емеспін ғой. Жаңа сен айтып отқан не Алматы Тауэрс дедің бе? Алматы Тауэрс, Байзакова, Сатпаева көшесі. Байзакова, Сатпаева. Бұрын Казгюа болған. Метро білесіз бе? Метро. Иә. Сол прям метроның қасында да. Алматы Тауэрс үлкен башня ғой, 2 башня. Все, мына жер ғой, жақын жер. Осы жер ғой, осы жер, соның ішіндегі футбол сіздікі ма? Иә. Мен ол жерге бардым, балам туған күнге апарды. Туған күн андасында жасайды, иә? Балаларға, иә? Болдым. Керемет ол. Сол туралы. Сол жоба, ол ішіндегі жоба ғой. Сол ішінде жоба, иә. Көрдім, ол мықты. Қазір коммерциялық туған күндер жасауға болады сол жерде, футбол ретінде. Сіз, допустим, Хэппи Лонға барасыз, бала-шаға. Ана жерде жүреді. Жоқ, мынау керемет. Мына жақта келеді, тамағын ішеді. Футбол ойнайды. Сосын тренажерларға барады. Қызық та, 2-3 сағат жақсы немен өтеді. Жақында менің қазір балам футболға қатысады. Анау Вулф деген командалар бар. Туған күнін жасайық дегенде, соны ойыма келмепті, сол жерде жасау деп. Бардық та бір андай аттракциондарға бір демелер тығып жібердік. Артынан мынаны қарасам, менің қызым ол жерге бір баланың туған күніне бар. Сонда шақыртты, сосын мен бүйтіп қарадым, ішіне кірдім. Кәдімгідей терлеп шығып жатыр ғой балдар. Тек тамақ жеу емес, былай да жүгіріп спорт. Жалпы спортты және де мына спортты насихаттауға керемет жоба ғой. Туған күнді өткізеді. Қазір енді баяғыда емес қой, бізден торт әкеліп біте қоймайды ғой туған күн. Сосын біз жаңа айттым ғой, матчтар туралы көрсетсек, біз үлкен LED экран сатып алдық. Сол LED экранда прям футбол алаңына қоямыз да. Пуфиктерді қойып, бәрі келіп, сол жерде атмосфера керемет болады да, көруге болады. Жақын арада бойлар UFC-дің өтті. Біздің Намат файтинг несі жалға алып, сол бүкіл ресторанды. Өзінің несін қонақтарын шақырып, сондай бойларды да көруге болады. Керемет. Онда мына Шавқаттың келесі жатқан жекпе-жегін сол жерден қарау керек болды ғой.
әрине бәріміз бірге бас бәрін қосып дейсің қосып да. ол жаққа бармасаңыз осы жерге Алматыда болсаңыз келіңіз көрейік бірге көрейік. Міндетті түрде келемін. Мен енді жаңа сен шақырып жатсың ғой, мен оның ішіндегі әрбір тренажерін көрген жоқпын, бірақ сыртынан көріп қалдым да. Енді өзіммен бірге ішіне кіріп жобалардың жаңа нелердің бәрін көретін боламыз. Иә, міндетті түрде. ММА спорты қарап жатсың ба? Қарап жатырмын. Мен сіздің найза лигаңызда бір 3-4 рет болғам. Жарыстарда. Иә, өте кездестік. ұнайды, қатты, сондай мықты жоба, мен ойлаймын. Ол біз елімізге керек нәрсе. Сосын тағы да айта кетейін, 2 апта бұрын бірінші рет өзім қатысқам, батыр болды. Иә, сол туралы әңгімелесу керек. Көрдім. 3-ші орын алдыңдар да? 2-ші орын. 2-ші орын. Финалда. Мұхит екен ғой 3-ші орын алған да? Иә. Мұхит Астананың боксердің бапкері. Бізді еркін күрестің палуандары алып кетті. 6-4 есебімен. Ертең шығады 19:55-те, соны көруге болады да. Қалай батыр бол жеке? Өте қатты ұнады. Кәдімгідей. Мен Динамика оны мощный, сырттан көріп жүретін едім. Ана кішкене шайқас болып еді ғой, Серік Сапиев, содан кейін қызық болып қалды да. Одан кейін біз залға келген кезде, Астанада жүрген кезде, Алматыда палуандармен сол батыр болып ойнап жүріп, сондай қызық болған ғой бізге өзімізге. Бірінші рет өткіздік қой, Ақтөбеде. Сол кезде бірінші ойынның бірінші минутында, кәдімгі міне жаңа басталды жоба. Секретті бір бала Маңғыстаудан бала ілінеді ғой. Шит сынады ғой, прикинь. Шакил ойнайды екен дейді. Сынады да жерге құлайды. Мен тұрдым да айттым, басқа ешіне керек емес дедім да. Самсон екеуміз отырық қой. Мен айтам, енді басқа ешіне керек емес. Шит та жоқ басқа. Былай қарасаң. Көрдім сол момент. Бір 40 минут па спорт оған жерде. 40 минут спорып, тікелей эфир болып жатыр. Бір басқа спорт залдан шит алып келді, басқаша шит. Оны қойды. Содан жаңа тұрам да, ана видеоны алам да, Инстаграмға шығарам да, ESPN-ге Инстаграмнан жібере салам ғой. Ровно жарты сағаттан кейін шығарып жібереді ғой. 1 сағаттың ішінде 9 миллион көрсетілім жинады ғой. 9 миллион көрсетілім. Иә, ESPN-де. Шакил ойнап алады да, репост жасайды. Тағы да 10 миллион жинайды. Бүткіл әлем бәрі шығарады ғой, анау деген crazy баскетбол, бірдеме, анау. Содан тарап кетеді. Бүткіл тек қана бір аптаның ішінде сол батыр болдың шыққан жобасынан кейін 100 миллион Америкада халық көрген. 100 миллион. Твиттер өртеді кәдімгідей. Егер мына Google мен Twitterді жазып көрсең, батыр бол деп, сол жобаның айналасында әңгімелер көп болды. Одан кейін Хабибтер келіп ойнады. Иә, көрдім. Одан кейін Дануайт көріп бастады. Өте қызық болды сол олардың ойнағы. Иә, ол жерден жаңа біздің Эльдар Құдайберген, Бася Тақтай, анау Айтым Жакупов соларға қарсы ойнады ғой. Иә. Кілен бізде де бүткіл Қазақстан танитын танымал балдар ғой, былай қарасаң. Оларды Хабиб енді бүткіл әлем, Россия таниды. Жақсы қызықты ойын болды. Керемет, өзіңді керемет елде болмаған жобаларды алып келіп жатсың. Сәттілік, біздің тек спортымыз көркейе берсін, дамымай берсін. Мен ойлаймын, бір үлкен бір өзінің бір серпін тигізеді. Қазір стандарттық бұрынғы футбол немесе күрес или бокс тағы да басқа спортпен қызықтыра алмайсың адамдарды. Сондықтан жаңа подходтар керек, жаңа нелер керек, керемет болады деп ойлаймын. Жаңағы тағы да қосымша айта кетейін. Біз енді былай палуандар арасында көбісі бойға шыға алмайды ғой. Шыққысы келмейді. Жарақат алып. Иә. Әртүрлі себептермен. Кәсіби палуан болғаннан кейін. Енді бірақ ондай палуандарға кішкене ондай лига жетіспетті. Өзіне бір боец сияқты көрейінші дегенде. Шыққанның өзі өлеңмен шығып жатыр. Ана жерде кәдімгі выходтары бар. Сосын күреседі. Күрескеннен кейін оның UFC сияқты интервью саламыз. Қалай жеңіске жеттің? Ана жерде келесі сені ана палуан күтіп тұр. Қалай онымен күресесің? Ашылып жатыр да сол палуандар. И былай айтқанда ол Инстаграм жағынан да оларда андай көп жазушылар жоқ та, көретін. Былай жинадық 30 палуанды бәрін жинап алған кезде 300 мың ғана подписчиктер шықты. Боец ММА-дан көрсеңіз, бір қуаттың өзінде 600 мың подписчиктер Инстаграмда. Олар қатты танымал емес та. И мен ойлаймын, осы жоба арқылы бізде жаңа жұлдыздар шығады.
палуанның Әрине. арасында. Иә. Жоқ, вот самое прикольное было то, что они когда стояли, и в каждом своем стиле стоял, да? Да, да, Кимономен тұрды біреу, Да, да. біреу қазақша күрестің Қазақ кимоносын киіп алды, біреу джиу-джитсының формасымен Да. тұр, біреу тыржалаш, біреу барсовский трикоммен тұр бүйтіп. Біреу сумаист ана несімен тұр. Иә, соны. Ну, потому что я как хотел, я первоначально думал, чтобы они вышли в одной футболке там или в голом Не, торсе. правильно Тогда так. это было бы просто, знаете, Одинаково как будто грэпплинг. соревнование по грэпплингу, что ли, Или проходит. вольник, помнишь, вот это? Да. Многие же не знают, допустим, этих знаменитых борцов. Да? Кто он там. Оно знает, что такое, как одеваются вольники, их знают, как одеваются классики или сумоисты. Да, да. И уже мы хотим на pay-per-view выйти в целом, чтобы трансляция, она вызвала большой интерес. И чтобы люди просто было интересно, какой вид борьбы сильнее. И в этом плане такое вот соревнование мы устроили в одежде. Но чтобы было справедливо, они все говорят, а как я буду вот, дзюдоист бороться с вольником? Мне же неудобно, не за что браться. Я ее по-другому решил. Ага. Знаете как? Как? 30 борцов, у меня ровно получилось. 15 курточники, куртка, которая будет, а 15, которые вот ММА, вольники, греки. Я их разделил на 2 сетки. Сол жаққа ана қазақ күресінің, самбаның, дзюдоның, джиу-джитсының, сосын сумаист сояққа кетті. Сол жаққа. Олар бір-бірімен қырылып жатыр. Иә. Оң жаққа Бископ. грек-рим күресі, ММА, вольниктер, Грэпплинг. грэпплинг. Ол жақта өздері қырылып жатыр да. И тек қана финалда кездескен кезде оларға мүмкіндік болды куртканы шешуге. Әр қалай палуан немен күресем десе, сонымен күресе Шешті ма балдар? Біреу шешті, біреу шешкен жоқ. Қызық сол болды да. Керемет. Оны көресіздер енді. Иә, міндетті түрде. 7-сінен бастап шығады, достар. 7 желтоқсан Nomad Wrestling деген YouTube парақшасына. Ол ана Мұхамеджанның номады ма, или басқа номад па ма? Жоқ, ол Мұхамеджан ол басқа жоба. Оныкі Nomad Fighting қой. Жоқ, басқа YouTube қой, иә? Или дәл сол? Басқа YouTube. А, Жоқ, болды, оныкі басқа. Біздікі Иә. жаңадан ашылған Instagram парақшасы және YouTube каналы сол Бөлек, иә? бөлек. Ол Nomad бөлек, Wrestling. екі бөлек нәрсе ма? Екі бөлек нәрсе, А, иә. болды. Жоқ, мен жаңа балдар жүргесін ойладым, Мұхамеджан бірге жасап Жоқ, жатыр. Мұхамеджан ол менің мына Nomad Wrestlingте былай айтқанда партнер ғой. А, болды. Ол жағын ұйымдастыру жағынан, не жағынан, продакшн жағынан қатты біледі. Иә, ол нәтиже жинап алды. Осындай сол кезде мен бірінші айтқанда былай кіммен сөйлескем. Райымбердиевті танисыз ғой? Рух. Рамазан. Рамазан. Сонымен айтқан кезде ол айтты, өте қызық маған деді. Бірақ мен ана неге кетіп бара жатырмын? Африка. Абу-Дабиға. Бойға кетті. Ұшып бара жатырмын. Келгесін талқылайық дейді. Иә. А как раз Мұхамеджан келіп қалды да, сол күні. Иә. Біз ана футлапқа келді. Иә. Футлапқа келген кезде айтып жатыр, осы біз қазір Nomad Fighting арқылы сіздерге жалға алайық осы залды, футлапты. Біз ана UFC бойы көрсетеміз деп. Мен айттым, сендер Nomad Fighting туралы айтты ол. Мен бірақ болмаған Nomad Fightingте бір рет. Кеше ғана бірінші рет бардым. Осылай, Мұхамеджан, идея бар, қалай қарайсың, бірге жұмыс істесек деп. Қолдады. Осы енді бір ай бұрын сөйлескен нәрсе енді іске асырылып жатыр. Иә, енді олар Рамазан болсын, Мұхамеджан болсын, тағы да басқа осы индустрияда жүрген әрбір қатысушысы бүгінгі таңда енді Құдайға шүкір, әрбір шарамыз UFC-ден кем емес. Картинкада былай қарасаң, көрдің ғой? Жақсы, мен кезінде бір 4 жыл бұрын, 5 жыл бұрын осы Ошеге келіп бастап атқан кезде ондай көрсетілім продакшн ондай мықты болмайтын. Сол кезде соған жұмыстанайық. Біздің Қазақстанда қырғын мықты жекпе-жектер өтеді, соларды халықаралық деңгейде бүткіл пабликтер алып алатындай қылайық деймін да. Жақсы жоба шығар. Мына қазір жақсы сапада шықса, вот вообще в некоторых событиях может произойти такое, что как бы может потрясти весь мир, да, реально. Вот, допустим, там разбили окно, или у вас там что-то, да, там кого-то там бросили, там бросок какой-то. Прогибы страшные будут. ММА-де, допустим, бір удар тиеді. Егер ол жақсы сапада көрсетілмесе, оны ешкім таратпайды. Ал енді жақсы сапада болатын болса, продакшн мықты болатын болса, оны таратады да. Содан кейін енді мәселе жаңа менің промоушным, менің атым, немесе менің брендім емес қой. Біз бұрынғы спортшылар бізде сондай закалкалық қойған ғой, әрқайсысы патриот та. Өзінің елінің аты шықса екен деп тұрады да. Қазақтың өзінде бар ғой, атын шықпаса жер өрте деген. Сондықтан соған тырысады жасауға. Сөйтіп содан қалып қойған ғой. Содан жақсы сапада шыққан болса, көбі таралады, бізге жақсы, елімізге жақсы. Сондай мақсатпен да, жалпы, вот если нас вот смотрят СНГ, да, в целом, у вас, наверное, тоже много подписчиков из других стран. Много. Да, я бы хотел в целом им сказать, что мы рассчитаны тоже проводить такие международного уровня соревнования как раз-таки с борцами других стран. Вот у меня сейчас там
Курбанов Марат, грэплер сильный, пишет, я тоже хочу участвовать. Просто по Инстаграму они в дайректе обращаются, и мы уже хотим проводить суперсхватки. Это 5-кратный чемпион мира, да, вот Курбанов, Да. Потом хотим пригласить, допустим, Мовсар Евлоев, я с ним хорошо общаемся. Он какой-нибудь тоже на суперсхватку с нашим борцом, если выйдет, это тоже будет для нас в целом интересно. И здесь цель, вот как вы правильно только что сказали, мы хотим вот дать реально возможность борцам раскрыться и выйти, чтобы такие на мировой уровень, чтобы они в целом могли быть тоже известными, что они боролись со всеми сильными борцами, и, допустим, там, Вольник победил, он назван лучшим борцом вне стилей категории. Это же тоже, былай Қажымұқан атамыз күрескен кезде, ол кезде ешқандай әлем чемпионатында күрес түрлері болған жоқ қой. Француз өз стилімен күреседі, анау моңғол өз стилімен, ана жақтағы анау Жапониядағы палуан ол джиу-джитсу стилімен финалмен кездесті, дұрыс қой. Сол кезде Қажымұқан атамыз қай күрестен десең қазақ күресін деп шығып, сондай жеңіске жетті ғой. Енді осы мәселе осында да болып тұр да. Лучший борец вне стилей категории. Во-первых, весовой нет. Во-вторых, этих правил нет. Вот ты... Как в фильме про Жан-Клода Ван Дамма. Жан-Клод, вот. Да. Вот я можно добавлю, да. Я, честно, я очень большой фанат Ван Дамма. И он, кстати, в один день, в один месяц и в один год родился с моим отцом. Да. И я его попросил, Ван Дамма, поздравить с днем рождения, юбилей был отца, и он записал видео: «О, Сакен, привет, там, я приеду к тебе в Казахстан». Он такое видео поздравление сделал. И я очень много раз смотрел этот кровавый спорт. Мы же выросли на этом. Да, Вы выросли, мы выросли. Я сейчас там 97-го, 9-го года ребятам говорю, не понимают, что такое кровавый спорт. И что хочу добавить, когда вот перебивки же были, 2 минуты паузы, мелодия была вся с кровавого спорта. И все те борцы, которые боролись, они подумали, что они в кровавом спорте участвуют. Ничего себе. То же самое было, там также было приглашение от меня каждому борцу. Там же они тоже ждали, эти бойцы. Хотели все попасть на кровавый спорт, чтобы участвовать. То же самое здесь было. И вот эта обстановка была действительно как в кровавом спорте. Круто. Только для борцов. То есть бить нельзя, да, в этом плане. Это тоже хорошо. Жаңа өзің айтпақшы, анау өзінің жауынгер ретінде сезінді ғой, әрқайсысы шығып, атауын айтты, жаңа ереже жоқ сияқты болып көрінеді, бірақ дегенмен күрес қой енді. Бұрын енді солай болды. Артынан бір жоба қатты дамып кетсе, егер жанкүйерлер соны сұрап жатса, бір соққы қысу болады да, или қазір бір жерде көрдің ба? Джиу, бірақ шапалақпен ұрады. Көрдің ба оны? Жоқ, көрген жоқпын оны. Күреседі да, былай ұрмайды, былай ұру бар, шапалақпен ұрылар. Шапалақпен бер жібереді, соны өткізбеу керек, короче. Ана кейбіреулер талып қалып жатыр удардан. Енді білмеймін қаншалықты қызық, біздікілер төреспен еді шығар. Бір шапалақта ереже бойынша енді бәрі мықты ғой. Бізде ереже бойынша шапалақпен ұрсаң, күресіп жатқан кезде, қолың саусағыңды көзіне тықсаң, төбелесіп кетсең, дисквал да сразу. Дисквал. Төбелесті бастаған адам дисквал. Анау келесі айналымға өтеді. Сондай ереже бойынша. Енді біраз әңгімелестік, бауырым. Өте керемет жобаларың қызық. Мен үшін міндетті түрде шақырсаң барамыз. Анау мына футлабаңында, жаңа номер рестлингінде. Әрбір салада спорт қой енді. Артынан пайдасы тиеді ғой жастарға. Мана өзің бір жыл тек жасаған жобаның ішінде уже 500 адам қатысып жатыр деп жатсың футлабта. Керемет, 500 адамға спортқа қатыстыру ол үлкен жетістік деп ойлаймын. Саған көп рахмет. Тек дамый бер, көркей бер, ары қарай үйлесе берсің мына шаруаларың, жобаларың. Рахмет. Солай бауырым. Сізге шақырғаныңызға көп рахмет. Мен қуаныштымын сен келген. Бізде осылай келген қонаққа бір уақыт береміз. Мына камераның алдында, егер жастарға бір айтатын кеңесің болатын болса, айтып қал. Жоқ, жалпы соны көрсе де жетеді деп ойлаймын. Болды, онда біраз әңгімелестік. Саған көп рахмет келгеніңе. Рахмет. Достар, біздің ұжымымыз бұл жерде енді түні ұйықтамай жұмысын жасап келатыр. Оның мен соны көре отырып, сіздерден бір нәрсе сұрағымыз келеді. Мына видеоларды көре тұра, сіздер көптеген көрсетілім бересіңдер, бірақ кейбірлерің жазылмай қаласыңдар және пікірлерің жазбай қаласыңдар. Сіздерден сұрайтынымыз, жазылыңыздар, мына қоңыраушаны басып қойыңыздар және де пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Біздер үшін ол өте керек нәрсе, сондықтан күтеміз.